Хутор бандасы. Құрметті журналистер. Талғар бойынша. Bir narsa anықтап жіберейін. Мен жалпы ОПГ-ларға Талғардан бөлек. Талғар. Сіз Талғар деп тұрсыз ғой. Жоқ, тұра тұрыңыз. Талғар бойынша кешегі берген әріптесінің сұхбатыдан басқа қосып айтатын әзірше ақпарат жоқ. Бөлік сұрақ. Бауыржан Әлен кеше Хутор ОПГ-сы ондай бізде тізімде жоқ деді. Тағы бір сөзінде бізде ОПГ-ларды тізімге алмаймыз деді. Сіздерде бұл мәселе қалай реттеледі ОПГ-лардың? Бұл сұрақты сіз жазбаша түрге бізге жолдаңыз, біз сізге жазбаша түрде жауап береміз. Вы согласны с тем, что вернулись лихие 90-е, убийства становятся жестокими из-за мелочи буквально? Не согласен с этим. А почему? Ваши аргументы Я вам какие? сказал, что численность, количество преступлений в данный момент, даже по сравнению с прошлым годом, на 8 тысяч меньше. Это не отменяет жестокости убийства. На 8 тысяч меньше. Каждое убийство у нас расследуется как особо тяжкое преступление. Оно относится к категории особо тяжкой. Жестокость, она чуть-чуть, если вы откроете уголовный процессуальный кодекс, там чуть-чуть другие понятия. Ну как другие понятия? Почитайте, пожалуйста, закон.